Ассалаумағалейкум қазақ елі, сериалдарыңызға қош келдіңіздер. Және жүргізушісі мен Мадияр Бенебай. Достар, бүгінгі бізде өзіміздің тағы да сериалдың кезекті тюнинг бөлімі тағы жаңадан келген таба аламыз. Бүгін біз оны астыратын боламыз. Олай болса алдымен видеомызды бастап алайық. Ал сіздер каналына жақсылап жайғасыңыздар. Олай болса кеттік. Жақтадан жігіттер машинасы проектке басталмай жатыр, болшым айтқанда. Құдай қаласа, гранта спортпен алдырдық бұл жігіттен, сондай кірісіп отыр. Короче, біз Приора 2-нің ортасынан туннелін алдық. Естеріңізде біз торпедасын ауыстырдық, бірақ ортасынан туннелін ауыстырмадық. Сондай арқасына қойылатын диффузор. Сосын, короче, бізде тағы да майда-шүйде детальдер бар. Жаңағы көлік қай жағдайда да тюнинг жасасаң да, оның көп ұзамай жаңағы бір жер жайлап краскасы қашады, бір жер жайлап лампочкалар күйеді деген сияқты ғой. Сол себептен бүгін біз жаңбай қалған лампочкаларымыз бар, арасында соның бәрін дұрыстап, кішкене болса да тағы да машинаны обновить ететін боламыз. Жаңартып кішкене болса да сәл дұрыстап істейтін боламыз. Оқшым айтқанда бүгін ұзақ болады деп тұр. Сіздер арнайы сіздер сұраған үшін бүгінгі бөліміміз ұзақ болып көп нәрсені жасайтын боламыз. Олай болса, сушня, кивишки, чипсилеріңізді экранына жайғасып, жақсылап ыңғайлатып отырып алыңыздар. Бүгінгі видео қызықты болмақ. Олай болса, бастаймыз. Алғашқысы мен мына нәрседен бастағым келіп отыр. Естеріңізде сол мен машинаның майда-шүйде детальдерін бәрін қараға бояп істеген болатынбыз. Ладанызды өзіміз қараға бояғанбыз. Бірақ уақыт өте келе кез келген сен бояған заттың бәрінің краскасы қашады. Бәрі заводтан бүйтіп краска емшіп қалғаннан кейін. Сол себептен қара кезінде табылмаған шильдті таптық. Лада деген жазу көзі қара заводской. Одан қанша жүрсең де краскасы қашпайды. Сол себептен екіншісін алып тастаған дұрыс, және де дайын покрашенный қара Лада деген жазуды қойып аламыз. Жаңартып алдық, енді бұлар жылтырап әдемі болып тұр. Енді достар, бізде естеріңізде мен артына сол кезден андай қара зачемленный пленка жапсырған болатын. Енді осыны, короче, былай қарайтын болсақ, уақыт өте келе, мына пленкамыз біздің жаңа күнге бір жағы күйіп, бір жағы күймей болып қалғанда, короче, алыстан қарайтын болсаңыздар, екі фара екі түрлі көрініп тұр. Бір жағы андай мутный болып көрініп тұр, бір жағы нормальный көрініп тұр. Сол себептен екеуінің де пленкасы қайтадан алдын етіп бірінші ауыстырылып, нормальный болып. Мынаны қараңыздар, кішкене сәл мутный болып тұр, кішкене заттар дұрыс көрінбейді, ал ана жағы нормальный. Бізде артқы оң жақ фарасы жаңадан алынып отыр. Өйткені естеріңізде болса, егер кімде Инстаграм подписан болып отырмаса, біледі. Мен оң жақ фарамды бір әйел кісі келіп соғып сындырып кеткен еді. Содан, короче, іште шаң толған. Орысша айтқанда сынған ғой, короче айтқанда. Ертең жаңбыр жауған кезде ішіне лай болады шаңы. Одан да мынандай жаңасын тазалағанды істеп алып отырмыз. Енді по-любому негізі алғанда да екі жағына бірдей қылып салу керек еді, бірақ мынау енді более-менее нормально, полиция оригинал да бұл. Қазір енді жаңа зачемленный пленканы жапсыратын болсақ, енді айырмашылық қатты байқалмайды деп ойлаймын. Енді көреміз қазір қалай болады. Мынаның бағын ауыстырдық, пленкаларын ауыстырдық, жаңа парасын салдық. Енді біз достар, естеріңізде болса, 6 тормозной стопка болатын. Ең төменгі жағына ортасынан мына жерге 14 күн қойған болатынбыз. Енді бұл бізге керек емес. Все. Мынау бізге енді керек емес. Өйткені видеоның тақырыбынан байқалып тұрғандай, бүгін біз арқасына диффузорды қондырамыз. Негізі диффузор қондыру қайдан ойыма келді. Чеченің блогері Вейнбелбидің өзі, Ахматтың өзі осы диффузорды қондырды, бірақ біраздан кейін оны аманға тастады. Өйткені оның титанғы дискісіне жараспайды. Ал мен көптеген диффузорды байқадым, көбісі негізі резиспен қойғанда да қойған. Сол себептен біздің резиске ана диффузор жарасады деп ойлаймын. Қараңыздар. Мына диффузордың өзін Шымкент қаласынан алдырдым. Өзіңіз білесіздер, мен тауардың бағаны тікелей Абукардан алдырам. Бұның бағасы небәрі 5-ақ мың теңге. Мен Астанадан қарағандан қарадым, мына бағасын 10 мың теңге сұрап отыр, еще резинасыз. Ал ана Абукардағы өзіміздің бауырлар, Абекеннің өзі, саған 5 мың резинасымен бірге, мына жерде жаңағы как положено әдемі болып, ровно орналасып тұрады. Жаңа айтқан қандай резина дейтін болсаңыздар, мынаны қараңыздар. Мұқият қарайтын болсаңыздар, ана кішкене резина тұрады. Су кетпеу үшін әдемі ыңғайлы ұстап отырады, компактный, бәрін ровно ұстап отырады. Все, олай болса іске сәт жабыстырамыз.
Mынаны кішкене сәл бір-екі кірсек болып қалдым. Разы, қалай жатыр? Сақтарыңыз аман өздеріңіз. Осыны көрсем күлгім келіп еді. Өткенде, короче, машинаға барып жұмысқа тасып кеткен ғой, ештауға. Машина ішінде камера болған, короче. Түсіріп жатыр екен, е? Мадияр. Біз Тимур екеуміз машинаны айдайын деп жатырық. Камераны бүйтіп қойып қояйық. В общем, қара. Осылай тұресің ба? Первая с буксом, вторая с хрустом деп. Рулін әдемі екен, базар жоқ. Мына ішінде сен подписчигің саған ғашық болып жатыр ғой, Мадияр аға қашан келеді деп ше. Тимурды қақып кетеміз. Пару слов туда-сюда скажите. Достар, екінші кезекте біз қазір ортасындағы туннель полосына тұрамыз. Естеріңізде біз торпеда приори 2-нікін салдық, базар жоқ. Енді ортасында туннель полосына приори 2-ні қондыру керек. Оның біріне қандай айырмашылығы бар, оны қазір сіздерге өтеден жақсы түсіндіріп кеттім. Алдыменен мынаны киішім. Қаншама еңбек, қаншама тер. Осы қайнақ машинаны біраз жерін ауыстырдым, бірақ мынаны енді шешіп тұрып ше. Шаң, топырақ толып қалған. Дәл осы бір затты шешу үшін біз 2 сиденьені босатып алдық. Қиын жұмыс дегенде. Қазір пылесоспен ішіндегілерін бәрін жақсы тазалап аламын. Алтек. Мына қолымда менің ескі менің туннелім, ал мына қолда салам деп жатқан приора 2-нің туннелі. Екеуінде не айырмашылық бар? Былай қарасаңыздар, өздеріңізде де байқайсыздар, негізі қараңыздар. Подстаканниктер қай жақта орналасқан, және де подлокотниктің айырмашылығы қазір салған кезде де байқалады, оның бәрін көресіздер. Просто бізде приора 2-нің маған единственный бір ұнайтын жері, мынау подстаканник, яғни айтқанда стакан қоятын жері ыңғайлы жерде да. Бүйтіп жағыңа бүйтіп тығылып сабатпайсың, алдыңа фук қоясың. Сондай-ақ бізде мына жерде мінекей өзінің мынандай қара жылтыр глянцевый пластмассасы болады, мінекей. И мына жерге подстаканникті қоятын болсаңыздар, общем айтқанда четко көрінеді ғой, кішкене болса да, заманауи современный деп айтсақ та болады. Ал сондай-ақ мына кішкене төменге түседі. Мынау маған осы приора 2-нің подлокотниктің ұнамайтын жері, мына жерде бір-ақ полка и все. Ал мынада 2 полка болады. Бір ішкі және де сыртты крышкасы ашылады. Бұлай ішінде біреу болады, сосын крышкасы тағы да бүйтіп ашылады, 2 полка болады. Енді амал жоқ, мына жылтыр үшін осыны саламыз енді. Болса қайтадан енді жанды қинаймыз біраз. Сосын жаңа видеоның ішінде мына жігітте бар. Түсіріп жатыр ма мынау? Түсіріп жатыр. Это адок десе. Ютубқа шығып кетіп, хит болып кетіп. Контент қой. Бұл жалғас, брат десе. Бірден торпедадан туннелін салудың өзі біраз проблема болып кетті. Достар, мінекей барлығын қондырып алдық. Приора 2-нде тоннелдің полосын бәрін қондырып алдық. Енді вообще бүйт деген вообще басқаша болып қалды. Енді біздің подстаканнигімізді мына жаққа емес, мына жерге әдемі қондырып қоямыз, таңдасаңыздар. Мына жерде тиын сақ қойсаңыздар болады. Жаңағы дизи-мизи горелкаңызды осы жерге салып қоясыздар. Егер де майда жүйде қағазға болса қоя бересіздер. Бұл да глянцевый пластмасса. Бәрі бір-біріне под цвет әдемі келіп тұр енді. Ну енді вообще сөз жоқ деп айтсақ болады. Енді не істейміз? Пока ішінен осы жағдай бітті, енді алдағы тоқтаусыр мүмкін болса, полный кожаный салон жасаймыз. Яғни айтқанда, сиденье ауыстырамыз, сиденьенің бәрін кожаный жасаймыз, сондай-ақ мына ошибкалардың бәрін кожаный полный тіктіреміз. В общем айтқанда, по-любому Қазақстандағы нөмір әдемі приора қылып шығаратын боламыз. Ол үшін бізге аз ғана уақыт керек, және де сіздерден керемет қолдау керек. Олай болса, қазір бізде енді тағы арқасын біттік, ішінен осы ғана, по-моему, енді алдыңғы жағына көшейік. Ал так достар, далада деген жаңбырден құйып кетті. Біз бүгін екінші күн аяқтында алдыңғы жұмыстарына көшіп отырмыз. Яғни алдыңғы фаралардың пленкасын алмай кетіп жатыр. Өйткені алдыңғы пленкасы кішкене чебетке барған кезде естеріңізде болса, күннің ыстығынан до того пленкасы кішкене сәл еріп, орнынан қозғалып кеткен.
сонымен арасында шаң кірді, мусор кірді, в общем айтқанда фараның состояниесі кішкене нашарлады. Сол себептен алдыңғы екі фарасын пленкасын ауыстырамыз. И және де бізде сериблок деген жазуымыз уақыт өте келе қойғаны 1 жыл болған. Сонда енді кішкене жанбай қалған жерлер бар екен, кабельдерден бір-екі жерден андай очистить етіп, андай аппақ құм болып кетеді ғой. Сондайларын тазалап, барлығын амал етіп істейміз. Бүйтіп айтам, бүгінгі видео бітті. Негіз былай айтатын болсаңыздар, дәл осы автоконтентте, автоканалда негіз видеоны сіздер үшін ұзақ созып түсірейін десем, кейбіреулер ойлауы мүмкін, не істеп мыржып кеттің, не істеп созып кеттің деп ше. Білмеймін, негіз біреуге жақсақ, біреуге жақпаймын. Сіздер қалай түсіреміз кейде білмей қалам ше. Сол себептен дәл осы бүгінгі видеода барлықтарыңыз комментарий жазып кетіңіздерші, қалай түсірген дұрыс. Осылай влог қылып, әңгіме айтып, ұзақтап түсірген дұрыс па? Либо тек қана жұмысты көрсете отырып қысқа түсірген дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Соның барын толық қана төменде комментарий жазып кетіңіздер, барлықтарына оқитын боламын. И қай жақтың саны көп болады, барлығын міндетті түрде санап бір шешімге келетін болады. Достар, бүгінгі видеомыз примерно болса, егер де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, ардақ жасаңыздар, және де комментарий керемет пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Олай болса біз сіздермен қоштаспаймыз, жаңадан келесі кездескенше аман сау болыңыздар.